Қойшы мен радио. Әрбір істі ықылас пен талаптың жөні бөлек екен ғой. Мынадай бір қызық әңгіме болыпты. Араб елдерінің бірінде бір бай кісі қойшысына қолға ұстап жүретін радио қабылдағыш сатып алып береді. Ол жақтың жұмысшылары әдетте табыс табу үшін басқа елден келген адамдар болады. Бұл сондай бангладештік адам болса керек. Сонымен 2-3 жылдан соң қойшы қожайынына келіп, егер рұқсат болса, мен еліме қайтайын дейді. Қожайын бұған аяқ астына не болып қалған екен деп түсінбейді. Қойшекең еліне барып, ондағы бауырларына Құран үйреткісі келеді екен. Сөйтсе ол қойшы құр мал соңында салпақтап жүре бермей, радиодан Құран жаттайтын көрінеді. Бүкіл Құранды толық жаттап біткен. Қай жерінен сұрасаң да іркілмей жауап беретін жағдайға жеткен. Жай ғана жаттап қоймай, Құранның әр аятының тәпсіріне дейін түсініп алыпты. Енді ол еліне барып, Құраннан сабақ бергісі келеді екен. Бұл оқиға бүкіл елге дегенде тарап кетті. Әрі Құраннан дәріс беретін радио арнасының беделі асқақтап, аспанға бір-ақ шығыпты. Әрине, ол да Алланың қалауымен болған іс қой.